Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ болып шығатын, дәмі керемет, тез әрі жылдам дайындалатын құймалы бәліштің рецептісін ұсынатын боламын. Құймалы бәлішімізге жұмыртқамызды және жусайымызды қосатын боламыз. Ең алдымен жусайымызды жуып кептіріп аламыз, жұмыртқамызды пісіріп алатын боламыз. Жусайды жақсылап ұсақтап тураймыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды төртбұрыштап турап салып, одан кейін бұрышымызды, тұзымызды және кішкене сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің қоспамыз дайын. Енді осыны қоя тұрамыз да қамырына кірісетін боламыз. Қамырына жылы айран, ұн, жұмыртқа, ертілген сары май, тұз, қамыр қопсытқыш және қант керек болады. Ең алдымен екі жұмыртқамызды жарып салып, оның үстіне қантымызды саламыз, тұзымызды салып, айранымызды құямыз және сары майымызды құйып, қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін біртіндеп ұнымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Қамырымызды жасап жатқан кезде пешімізді қосып қоямыз, 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай қоймалжың болып шығады. Енді оны ыдысымызға құятын боламыз. Мен бірінші ыдысымның ішін майлап алдым және сыртына қамыр ақ кетпес үшін фольганы қаптап алдым. Сіздерде осылай істеуге болады. Және қамырымыздың бір бөлігін ғана құйып, видеода көріп тұрғандарыңыздай тегістеп аламыз. Ендігі кезекте салмамызды жақсылап орналастырып салып аламыз. Одан кейін бетіне қайтадан қалған қамырымызды құйып, бетін тегістейтін боламыз. Міне біздің құймалы бәлішімізді жасап алдық. Енді осыны қызып тұрған 180 градуста пешке салып пісіретін боламыз. Кішкене беті қатқаннан кейін қайтадан шығарып, жұмыртқамыздың сарысын жағып аламыз да, бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер де болады. Мен онда еш нәрсе сеппедім, қайтадан салып пісіріп аламыз. Міне осымен біздің құймалы бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ, сондай нәзік, дәмі керемет, дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецептім ұнап жатса арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.